Сәлем достар, сіздермен Let's Cook KZ арнасы бүгін уақыт үнемдейтін барлығын турап пешке сала салатын кешкі ас рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сонымен достар, әуелі форманы дайындап аламыз. Ол үшін форманың барлық жеріне кішігірім сармайды жақсылап жағып алуымыз керек. Айтпақшы достар, бұл форманың размері 23-28 см. Енді бір орташа пиязды екіге бөліп, видеода көрсетілгендей турап аламыз. Және формаға тегіс етіп салып шығамыз. Одан кейін 4-5 дана орташа картопты мінекей осылай жіңішке етіп тураймыз. Енді дәміне қарай тұз бен қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып алуымыз керек. Тұз бен бұрыштан басқа өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерден де қоссаңыздар болады. Ал қазір картопты мінекей осылайша жинап алып, пияздың үстінен қойып шығамыз. Картопты тым-тығыз етіп қоюдың қажеті жоқ достар, әйтпесе дұрыс піспей қалуы мүмкін. Ал қазір тауық төс етін алып, оны да дәл видеода көрсетілгендей жіңішкелеп тураймыз. Мен осы формаға 2 тауық төс етін қолдандым. Олардың жалпы салмағы шамамен 600 грамдай шықты. Сонымен қатар бір ірі тілім сарымсақты да ұсақтап аламыз. Одан кейін етке тұз бен қара бұрыштан қосып, сарымсақпен бірге қоса барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ал енді осы етті картоптың үстінен бір-бірден салып шығамыз. Қазір арнайы соус дайындаймыз достар. Ол үшін 10 немесе 15%-ық 250 грамм қаймаққа 2 жұмыртқаны жарып, біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Және дайын соусты формаға біркелкі етіп құйып, тамақты 200 градус қызып тұрған пеште 45-50 минуттай пісіреміз. 50 минуттан кейін бетіне туралған қызанақты өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай қоямыз. Және соңында міндетті түрде үккіштен өткізілген ірімшіктен сеуіп, духовкаға тағы 10 минутқа жібереміз. Мінекей достар, қараңыздар, біздің тағам дайын, өте әдемі, оңай дайындалатын және ерекше тағам. Еті де картобы да толық пісіп, өте сочный болып шыққан. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Достар, рецепт ұнаған болса, оған лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.